Балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет! Сабаққа дайындықтарыңыз ше? Тамағыңыз ше? Тамаша, осындай жақсы көңіл күймен онда біз сабағымызды бастаймыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың ережесімен танысайық. Бүгінгі сабағымыздың біздің ережеміз сабақта барлығымыз түгелмен толық қатысу, ынталарыңызды, зейіндеріңізді сабаққа аудару және уақытқа бағыну. Енді балалар, өткен сабақты еске түсіру барысында мен сіздерге сұрақ дайындап келген болатын. Сол сұраққа қазір сіздер жедел жауап беретін боласыздар. Ал енді бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ қойылады Айшаға. Айша, өсімдік дегеніміз не? Өсімдік деген өсімдік түрі табиғат денесі. Оттегін бөліп шығарып, ғаламшардың қазіргі келбетін қалыптастырады. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, өсімдікті неліктен жанды табиғатқа жатқызамыз? Кәусар. Өсімдік түрі ағылады, өседі. Тыныс алады, көріктенеді. Көбейеді, тіршіліктерді тоқтатады. Жақсы. Келесі сұрағымыз, өсімдік қайда өседі? Нұрсұлтан. Өсімдік деген далада, шөлде, тауда, орманда, суның жағасында, судың ішінде. Жақсы. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, өсімдіктің өсуіне қажетті жағдайларда ата, Ақжігіт. Өсімдіктің өсуіне су, ауа, жарық және қорек қажет. Өте жақсы отыра ғой. Келесі сұрағымыз, құрғақшылыққа төзімді өсімдіктерге кім мысал келтіреді? Ал Нұрай, сіз айта қойыңызшы, құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер. Шөлде ыстық жерлерде өсетін өсімдіктерді құрғақшылыққа төзімді өсімдік деп атайды. Олардың жапырақтары жіңішке, тікенекті болып келеді. Негізі олардың тамырлары жақсы дамыған, өйткені олардың тамырлары ұзын және жердің астына керекті ылғалды сіңіріп алады. Өте жақсы отыра ғой. Келесі сұрағымыз, ылғал сүйгіштік өсімдіктерге мысал келтіре қойшы. Ал және сіз айта қойыңызшы. Тұра, айта қой. Су маңында өсетін өсімдіктер ылғал сүйгіш деп атайды. Олардың жапырақтары жалпақ, үлкен болады, ал тамыры қысқа, шашақты болып келеді. Жапырақтарында су көп буланады. Өте тамаша, жақсы. Үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып келген екенсіздер. Енді біз жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін жаңа сабақты бастамас бұрын өсімдіктер мүшелері деген мына видеоға назар аударайық. Дана, сен шөптердің тамырын қалдырып, сабағын ғана жұлып жатырсың ғой. Сіз қалай жұлып жатырсыз? Міне, шөпті тамырымен жұлу керек. Тамыр өсімдіктің жер астындағы бөлігі, мынау сабағы, мынау жапырағы, ал мынау гүлі. Не себепті шөпті тамырымен жұлу керек? Себебі өсімдіктер тамыр арқылы топырақтан қорек пен ылғал алады. Өсімдіктің өсуіне қажетті заттар тамырына жиналады. Біз еккен тәріздерге басқа өсімдіктер кедергі келтірмес үшін оларды жұлып тастап жатырмыз. Өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі болады. Ал енді балалар, жаңағы сіздер көргендей өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы және гүлі болады. Енді біз оқулыққа назар аударайықшы балалар. Оқулықта бізде бірінші тапсырма берілген, онда былай деп айтылған екен. Қарап бәріміз оқулыққа. 19-де бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдік мүшелері қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабақтың мақсаты, яғни біз өсімдіктердің мүшелерін сипаттаймыз және өсімдіктерді күту үшін топырақтың маңыздылығын түсінетін боламыз.
Енді балалар, қарайық бірінші тапсырмаға. 19 бетті ашыңыздар. Бірінші тапсырмада айтады. Қуаныш өсімдік мүшелерін жазды дейді. Қуаныш өсімдік мүшелерін жазды. Ол тапсырманы дұрыс орындады ма дейді. Ал назар аударыңыздар, дұрыс орындады ма екен Қуаныш? Дұрыс орындаған жоқ. Кім дұрыстайды? Ал, аңсар дұрыстай қош керек. Аңсар дұрыс істеді ме балалар? Иә. Дұрыс істеді, иә? Ең қандай біздің сабағымыздың тақырыбы өсімдіктің мүшелері қандай қызмет атқарады дейді. Міне біз жаңа өсімдіктің мүшелерін айттық. Енді осы мүшелер бізге қандай қызмет атқарады екеніне соны біз бүгінгі сабағымызда білетін боламыз. Өсімдік тірі табиғат емес, яғни жанды табиғат. Жерде, түрлі биіктікте және түріне қарай жасы бойынша алуан түрлі өсімдіктер өседі. Енді осы өсімдіктердің тіршілігін, олардың құрылымын және тіршілік ету жағдайын, шығу мекенін зерттейтін ғылымды ботаника деп аталады. Өсімдіктер қай жерде өссе де, олар күрделі ағза болып саналады. Өсімдіктер әртүрлі болады, бірақ олардың мүшелері бірдей болады. Ол мүшелері тамыр, сабақ, жеміс, жапырақ, гүл және тұқым. Өсімдіктердің әр бөлігінің атқаратын қызметтері бар. Өсімдіктердің әр бөлігінің атқаратын қызметтері. Міне, соның арқасында өсімдіктер өседі, тыныс алады және қоректенеді. Мынау өсімдіктің негізгі маңызды мүшесі болып саналады. Бұл тамыр. Тамыр ол жер асты мүшесі өсімдік. Тамырдың атқаратын қызметі өсімдікті топыраққа бекітеді және топырақтан су мен қоректік заттарды сіңіреді. Ал мынау өсімдіктің сабағы. Яғни өсімдіктің жерүсті бөліктері. Осы жерүсті бөліктерінің барлығы осы сабаққа бекітіліп тұрады екен болар. Қараңыз. Енді осы сабақтың атқаратын қызметі тірек қызметін атқарады. Сонымен қатар су мен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа бөліктеріне жеткізеді екен. Ал мынау өсімдіктің жапырағы. Осы жапырақтар әр өсімдіктің жапырағы әртүрлі болады. Байқағандарыңыз бар шығар. Әр өсімдіктің жапырағы әртүрлі, пішіні, көлемі, түсі әртүрлі болады. Міне осында еске сақтаңыздар. Бұл жапырақтың атқаратын қызметі осы. Оның көмегімен өсімдіктер қоректенеді, тыныс алады және күннің жарығын сіңіреді екен. Ал келесі бір өсімдіктің өте әдемі көркем түрі бұл гүлі. Яғни бунақпенелер өсімдіктерді сол гүліне қарап ажыратады екен. Сол сияқты адамдарда өсімдіктерді біз гүліне қарап не істейміз? Ажыратып жатамыз. Енді осы гүлдің атқаратын қызметі не дейтін болсақ балалар, бұл гүлдің атқаратын қызметі жемістер мен дәндерді түзу үшін қажет екен. Жемістер мен дәндерді түзу үшін қажет. Ал енді өсімдіктің келесі мүшесі бұл жеміс. Осы жемістің ішінде өсімдіктің дәні, яғни тұқымы болады. Сол тұқымды кеуіп қалмас үшін, құрғап кетпеу үшін және не болмаса басқа зиянды заттардан сақтау үшін, осы дәндерді бүлінбеу үшін мынау жемісі қорғайды екен. Міне оның атқаратын қызметі, яғни дәндерді бүлінбеуден қорғайды. Міне бұл өсімдіктердің атқаратын қызметі. Енді балалар, мынаны еске сақтауымыз керек. Өсімдіктердің бөліктері белгілі бір қызмет атқарады деп жаңа айттық. Бірақ оның қызметін басқа мүшелер орындай алмайды. Яғни, мынау тамырдың қызметін жапырағы, жапырақтың қызметін гүлі не болмаса жеміс орындай алмайды. Әр мүшесі белгілі бір қызмет атқарады, бірақ олардың қызметін басқа мүшелері атқара алмайды. Осыны еске сақтауымыз керек. Енді балалар, жалпы мына өсімдіктерге қане назар аударайықшы. Яғни кактус және колеус деп аталады. Бұл мәдени өсімдік. Яғни адамдар мәдени өсімдіктерді өсуімен даму үшін оларды күтіп баптайды. Өсімдіктердің уақытылы суарып, шаңғыстырту маңызды екен.
Сонымен бірге тағы бір маңыздылығы жалпы балалар өсімдіктің жақсы өсуі үшін олардың топырағын қопсытып тыңайтқышпен тыңайтып отыруымыз керек екен. Ал енді балалар, біз жаңағы сіздерге көрсеткендей кактус пен калеустың ұқсастығы мен айырмашылығын білетін боламыз. Оны бізге қазір Нұрай мен Айша айтатын болады. Нұрай, сізге сұрақ. Екі өсімдіктің ұқсастығын айтыңызшы. Ол екі өсімдіктің тамырлары, сабағы және жапырағы бар, бірақ кактустың жапырағы тікенекті. Өте жақсы. Айша, сіз айырмашылығын айтыңызшы. Екеуінің айырмашылығы калеуста гүл өседі, ал кактуста гүл өспейді. Өте тамаша, өте тамаша. Енді бәріміз алдымыздағы дәптерімізді ашайық. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерде мынандай тапсырма берілген. Яғни 12-ші бетті ашыңыздар дәптердің. 12-ші бетінде бірінші тапсырмада сіздерге айтады. Өсімдіктің әр мүшесі қандай қызмет атқарады? Соны сәйкестендір дейді. Кәне бәріміз сәйкестендіру жұмысын жасайық. Соңына да жетіп қалдық. Енді сабақты жинақтау, қорытындылау бойынша мен сіздерге бір тапсырма дайындап берген болатын. Қазір әр топқа тапсырма беремін, сол топтық тапсырманы орындайық. Бірінші топқа сөйлемдерді толықтыру, қане бәріміз бірге. Екінші топқа, яғни мына пікірмен келісесіз бе? Бірінші пікірмен. Үшінші топқа екінші пікірмен келісесіз бе? Керек, қане пікір жазамыз. Ал енді жаңағы берген тапсырмаға жауап беретін оқушылар болса, кім жауап береді? Ал Нұрсұлтан айта ғой. Өте тамаша. Ал келесі екінші топтан кім жауап береді? Ал Диназ жауап бере ғой. Ал Нұрай толықтырам дейді. Және олардан дәрі-дәрмектер жасауға болады. Тамаша, отыра ғой. Біз бүгін өсімдіктердің мүшелері қандай қызмет атқарады деген тақырыпта сабақ өттік, балалар. Енді қане мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Ал өсімдіктердің қай бөлігі жер асты бөлігі дедік жаңа? Айтау, тұрып айтау. Дұрыс айтады, өсімдіктердің жер асты мүшесі бұл тамыр екен. Ал мәдени өсімдіктердің өсуіне жаңағы топырақты күтудің қандай маңыздылығы бар? Ал, Нұрай. Топырақты қопсату керек. Топырақты нені қопсату керек дейді? Тағы қымсыққа не осы? Жапырағын сүртіп, мәдени өсімдіктердің жаңа өсуі мен дамуы үшін топырақты күтіп, тыңайтқыштарды тыңайту қажет екен. Сонымен бірге өсімдіктің жақсы өсуі тікелей топыраққа байланысты екен. Жарайды балалар, бүгінгі сабағымызға өте жақсы қатысқан оқушылар бұл Нұрай, Нұрсұлтан, Бағлан, Ақжігіт, Жәния, сосын Аңсат. Міне, жалпы барлықтарыңыздар өте жақсы қатыстыңыздар. Балалар, келесі сабаққа да осылай дайындықпен келетін болады. Енді үй жұмысы. Үй жұмысы жұмыстар бердің 13-ші бетіндегі екінші тапсырманы орындап бересіздер және
ірме бұршақ тұқымын отырғызып өсімдіктің өсімін бақылау нәтижесін дәптерге жазу, ол біздің дәптерімізде бар. Түсіндік қой? Сау болыңыздар.